Нөмір 4-ші сұрақ. Есептеңіз. Мына жақта бізде өрнек берілген. Өрнекте бізде периодтық шексіз сандар. Бірінші периодты шексіз санды жай бөлшекке қалай аударуды білу керекпіз. Мысалы, 0,1. Оны жай бөлшекке аударғанда ол 1/10. Ол ондық бөлшек, мынау бізде жай бөлшек. 0,1 периодты дегенде оны 9/1 дейміз жай бөлшекке аударғанда. Неге? 0,1 периодты дегенде ол бір қайталана беретін жақта сан. Оны 9-ға көбейткенде 0 және мына жақта 9 қайталана береді. Шексіз. Оны жоқтап алғанда ол 1-ге тең нәрсе. Сол үшін 0,1 периодта көбейтілген 9-ға тең болады 1. Мына жақта 9-дан 1 көбейту 9 тең 1-ге. Енді айырмашылығын түсіндіңдер. 0,1 ол 10-1-ге тең, 0,1 периодта ол 9-1-ге тең. Енді, егер периодтың ішінде 1-ден артық сан болса, не істейміз? Мысалы, 2,5 периодта біз айттық 2,9-дан 5-ке тең болады. Өйткені неше сан периодта соншама 9 болады астында. Егер 2,25 периодта болса бұлай, ол 2,9-дан емес, енді 99-дан санады. 25. Неше сан бар периодта, соншама 9 болады астында. Енді өрнекті шығарайық. 3,5. Мына жақта болады 9-дан 5. Азайтылған 2,5. Мына жерде 99-дан санаймыз. 34. Қосылған 1,5. Осы жерде 2 сан бар. 0-ді қарамаймыз, ол бізде 2 сан. Сол үшін олды 99-дан санады. 6. Ортақ бөлімге бірінші келтіру керекпіз. Ортақ бөліміміз мына жақта ол 99. Мына санды 11-ге көбейту керекпіз. Көшіреміз 3,99-дан 55. Азайтылған 2,99-дан 34. Қосылған 1,99-дан 6. Оларды бірден шақсақ болады. Мына жақта азайтқанда 3 азайтылу 2, ол 1, 1,55 азайту 34, 21. 1,99-дан 21, қосылған 1,99-дан 6. Осы жерде ортақ бөлімді бар, оларды қосамыз. 2,21 қосу 6, ол 27,99-дан. Осы бөлшекті да қысату керекпіз. 27,99 9-ға бөлінеді. 2,9-ға бөлгенде мына жақта шығады 11, мына жерде бөлгенде 3 шығады. Жауабымыз сонда жақта 2,11-ден 3. Жауабының тарында мына жақта Б жауабы дұрыс болады.